Сәлеметсіздер ме, құрметті білім алушылар, көңіл-күйлеріңіз қалай? Бүгінгі сабаққа сіздерге жақсы көңіл-күй тілеймін. Бір-бірлеріңізге көңіл-күй жақсы тілесеңіздер болады. Ергербек, бүгінгі күнің сәтті өтсін, ісің алға бассын, бүгін пісірген тамақтарың дәмді болып шықсын. Құрметті білім алушылар, бір-бірлеріңізге жақсы тілек тіледік, көңіл-күйлеріңізді көтердік деп ойлаймын. Енді QR шкаласы арқылы телефондарыңызбен көңіл-күйлеріңізді белгілейміз. Осылай жұмысқа дайындалу үшін, жұмыс тәртібіне сай болу үшін алмас бар-бірлерімізді тексеріп шығамыз. Бас киім, китель, алжапқыш, орамалы және аяқ киімі. Барлықтарымыздың киімдеріміз түгел екені көрініп тұр. Енді бір-бірлеріміздің тазалықтарымызды тексереміз, яғни тырнақтарымызды, шаштарымыз шығып тұрған жоқ па, бір-бірлерімізге қараймыз. Осы ережелерді Алмас айтып өтеді. Топта тыңдай білу керек, әрбір қатысушы өз пікірін келтіру керек. Біреу сөйлегенде оның сөзін бөлуге болмайды. Жеке басының қасиеттері сыналмай, тек пікірлер ғана сыналады. Мәселе жеңіске жетуде емес, басқалардың пікірін біліп, ең тиімді шешім табылды. Басқалардың пікірін сыйлау керек, бір мәмілеге келуге ұмтылу керек. Топ мүшелері бір-біріне көмектесу керек. Топта жұмыс жасау ережелерін түсінікті деп ойлаймын сіздерге. Енді біз күн сәулесі арқылы, стикерлер арқылы 3 топқа бөлінеміз. Келіп менен бір-бірден алып бөлінеміз. Және өз аты жазылған нелерге отырамыз, столдарымызға отырамыз. Сол QR арқылы ұялы телефондарыңыз арқылы кіріп, қандай техникалық безопасность бар, соларды ортаға шығып айтамыз. Құрметті білім алушылар, техникалық қауіпсіздік ережесіне кім дайын? Мен дайын. Асқабақ тобынан Алияс келіп қорғайды. Сізге блендер түсті. Блендер тұрақты құрылғысын қолданудың сақтық шаралары. Блендерді қолданғанда үлкен өнімдерді салмаймыз. Оларды кіші бөліктерге бөліп саламыз, сонда тағам тез дайын болады. Ыстық тағамдарды қолданбаймыз. Әрі блендердің қақпағының астынан кемінде 2 см орын алып қаламыз. Сонда мотор қызбайды. Егер сізге үлкен ыдыста пісіру керек болса, ингредиенттерді бірден салмаңыз, оларды бөлек-бөлек салып, анда-санда әйнекті шайқап тұрған дұрыс. Осылайша сіз өзіңіздің блендеріңіздің жұмыс уақытын ұзартып, өзіңізге аралас өнім аласыз. Блендерді қосқан кезде бірінші су қолмен ұстауға болмайды, иә? Ылғалды қолмен ұстауға болмайды. Электр қуатын бөліп жіберу. Рахмет, орныңызға жайғасаңыз болады. Мен соңғы топ қалды, үшінші тобы, ол топтан кім шығып қорғайды? Кім шыға ғой? Сендерге қандай? Бізге электр плитасы түсті. Электр плитасы түсті. Оның қауіпсіздік ережесі оны үстінен бос ыдыс қалдыруға болмайды, және қосылып тұрма, өшіп тұрма тексеріп кету керек. Және де газ қосылып тұрған кезде жөндеу жұмыстарын жасауға болмайды. Өте дұрыс, отырамыз орныңызға. Үй тапсырмасы
виртуалды ойын арқылы ойнаймыз. Бірінші топтан. Пиала ағаш қандай? 40 балдығы. Пиала ағаш 40 бал. Ұнтақ жарма ботқасы ұсынады. Ұнтақ жарма ботқасына маймен, қантпен, тосаппен бірге ұсынады. Қазір жауабын білеміз. Маймен, қантпен, тосаппен ұсынады. Дұрыс. Енді тегіз топтан. Жармалар 30 бал. Жармалар 30 бал. Дайы ботқа ұсынады. Қантпен, сары маймен бірге ұсынылады. Қантпен, сары маймен ұсынылады. 30 бал сіздердің Асқабақ тобынан Яндарбек. Адасқан әріптер 30 бал. Адасқан әріптер 30 бал. Күріш. Күріш. Адасқан әріптер 30 балда Ш, Э, Р, Э, К. Осы әріптер арқылы қандай сөз шығады? Күріш. Жауабы дұрыс. Бүгінгі біздің жаңа тақырыбымыз Асқабақтан езбе көже дайындау және жұмыс орнын ұйымдастыру және оны безендіру және ұсыну болып табылады. Бүгінгі жаңа тақырыпты бастамас бұрын мен сіздерге тапсырма берем 3 топқа және әр қайсыларыңыз өз топтарыңызбен бірге қорғайсыздар. Сіздерге WhatsApp желісі арқылы тапсырма жіберіледі. Содағы тапсырманы 3 топқа бөлінген, сол 3 топтағы тапсырманы орындап, арнайы плакаттарға жазып, ортаға шығып қорғаймыз. Бірінші Асқабақ тобы дайынбыз дейді. Асқабақ тобынан 3 адам шығып қорғайды. Асқабақ езбе көжесінің айырма басқа сүзбелерден қарағанда айырмашылығы оның ерекше дәм әрі күлгін сары түстес қою әдемі түс. Асқабақ езбе көженің ингредиенті: асқабақ, пияз, сарымсақ, сарыбай, сағақ, сәбіз, балғын сіре, сорпа, кілегей, дәмдеуіштер, тұз, сұйық майдан тұрады. Ендігі кезекте ірімшік тобы қорғаймыз дейді. Ортаға шығамыз. Көже дегеніміз не? Көже қазақтың ұлттық тағамы. Ет, май немесе сүт өнімдерінің безінділерінің бірі. Қосылмаған көже адамға тамақ болмайды. Құнары аз, тек аштан өлмеудің ғана аужалы деп саналды. Көженің бірнеше түрі бар. Кеспе көже, салма көже, жылма көже, сепелі көже, қолдама көже, қонақ көже, тары көже, қара көже, наурыз көже, бидай көже. Езбе көже бар. Езбе көже. Соңғы топ брокколи тобы қалды. Шығып қорғаймыз. Біз осы кесе арқылы асқабақтан Езбе көжені технологиялық кестесі. Асқабақтан езбе көже технологиясы сызбасын осы сызба арқылы ішіне не кіретіндерді жаздық. Оны Сара айтып берсеңіз. Асқабақтан езбе көже. Оған керек заттар асқабақ, пияз, сарымсақ, сары май, қызанақ, сәбіз, балғын зере, сорпа, кілегей, дәмдеуіштер, тұз және ақ нан, сұйық май. Ең бірінші асқабақты жуу керек, тазалау керек, және де кесу керек. Одан кейін пияз бен сарымсақты жуамыз, тазалаймыз, және де кесеміз ұсақ түрмен. Және сары май. Оның бәрін кейін араластырып қуырамыз. 15 минут қайнатамыз. Сосын массаны еземіз.
кейін араластырып безендіріп Сабақта Несіпбек Көженің бейнеролигін көріп аламыз. Piyazla qovuramiz birinchi. Bunun üstüne asqabaqni salamiz. Asqabaqni salib bo'lgandan keyin pomidorni salinadi. So'ng sarısni salamiz.
бұны аламыз. Осылай әдемілеп турап аламыз. Сосын ұзын шалап ромбик пішінде қылып тураймыз. Енді Беті кішкене ашпаймыз. Кішкене ашпаймыз. дайын болған сухарикилерімізді тарелкілерге әдемілеп ұсынамыз. Немесе безендіреміз. Өз қалауларыңыз бойынша. Дәстер көріп бағалаңыздар бір-бірлеріңіздің. Бізге біз ойларыңызды айтыңыздар. Қандай нәрсесі көбейіп кеткен, тұзы ашма. Мынау пюре өте дәмді, бірақ блендермен езген уақытта сәбіздер дұрыстап езіле қалған, толықтай езілмеген. Негізі дәмді күшті. Бірінші резге жақсы результат деп ойлаймын. Асқабақ тобы сіздерге. Енді ірімшік тобынікі. Дәмді. Тұзда көп емес, аз да емес. Күшті десе, зот етеді. Сұйық болып кеткен ғой, айтсайшы. Өзің ұрпас. Айта бер. Friendly fire. Өте дәмді бірақ. Нешін сұйық өйткені суын көп қосып жүрген. Несе? Сливки де көп қосып жүрген, я? группасына 96 балл қоямын. Себебі олар бәрі жақсы жұмыс істеді, ұйымшылдық бар олардың жұмыстарында, бәрін бірігіп, ақылмен жұмыс істеді. Бірақ дрокколи топқа 87 балл қоямын. Ұйымшылдық болмады, және де су көп кетті. Езбе көжесінің суы көп болып кетті, иә? Мен ірімшік тобына 97 балл қоямын. Өйткені өте жақсы істеді, бірігіп істеді. Топтың мнениясына сай келді, бірін тыңдайды. Ең жоғарғы ұпай бірінші орында Асқабақ тобы алды. Себебі ұйымшыл және езбе көжелері өте дәмді шықты, иә? Құттықтап қоямыз. Кері байланысты жалғастырамыз. WhatsApp желісі арқылы жібереміз. Соған жауап жазамыз. Құрметті білім алушылар, бүгінгі сабақ аяқталды. Барлықтарыңызға қызық болды деп ойлаймын. Кері байланысты WhatsApp желісі арқылы жауаптарыңызды жібересіздер. Жақсы.